Алғаш қарағанда бейберекет хаус. Бірақ бұған фантазиста болып қарайық. Ортадан бастаймыз. Бұл шешуші сәт. Бірінші болу ойында өзгеше көру деген сөз. Фон Тим, алғашқылар командасы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бұл Фон Тим YouTube арнасы. Қазақстан Премьер-лигасында 8 тур артта қалды. Қазір ғана Ордабасы мен Ақтөбе арасындағы матч аяқталды. Енді біз осы 8-ші турдағы ойындарды талқылау үшін жиналып отырмыз. Бүгін бізде дебют Бек Шымат қонаққа келіп отыр. Фон Тим арнасына алғаш рет келгенмен біз Бекті жақсы танимыз. Бірінші бол арнасында талай рет қонақ болды. Қазспорттағы студияларда Бекті талай көргенбіз. Топ қой Бек. Беке, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Елеке, ұлттық құраманың бас бапкердің көмекшісі ретінде қай матчты стадионда отырып тамашаладыңыз? Біз бірінші ойын Ертіс Қайрат ойында болдық бірінші күні. Екінші күні бүгін күн Жеңіспен Тобылдың ойында болдық. Бәрекелді. Осы турда 1-0 есебі өте көп тіркелді. Екі ойында ғана басқа есеп болды. Ол Ордабасы мен Ақтөбе. Ол жерде де 1-0 болып қалуы мүмкін еді. Соңғы минутта Жасұлан Әмір гол соғып есепті 2-0 қылды. Және 1-1 есебімен Қайсар мен Жетісу арасындағы матчтар аяқталды. Енді бірінші кезекті біз Қызылжар мен Оқжетпес ойынына берейік. Себебі онда біздің достарымыз ойнады біріншіден, екіншіден бұл турның шымылдығын ашқан кездесу болды. Оқжетпес 1-0 есебімен жеңіске жетті. Бірден бапкер рубрикасынан бастасақ, Оқжетпестің ойынын тағы бүгін қалай мақтаймыз? Енді мақтайтын болсақ, енді стиль жағынан да екеуі де бірдей. Тактикасына сыз кеттім, 3-5-2 болмаса 3-4 3 болмаса сонда бір білмеймін. Енді Қызылжарды мақтағым келді, бірақ қызыл қағазға дейін жақсы ойнап жатты. Бірақ ойын тағдырын қызыл қағаз шешіп кетті десем де қателеспеймін. Басында төреші сары қағаз берген еді, кейін вар қарап қызыл қағаз берді. Бірақ сонда да команда тең нәтиже тіркеп кетуі мүмкін еді, себебі соңғы сәттерде Лобановтың керемет сейвтерін көрдік. Стандарттардан неше түрлі керемет. Бұл ойында енді негізі Қызылжар тең нәтижеге ойнады деп ойлаймын, өйткені мүмкіндік жағынан да тең болды. Бірақ бұл ойынның керемет сұрмергені бұл Абинур Нұрымбет, сол аяғымен бұндай соққысы бар екенін ешкім білмеді. Нерабочай нога дейді оны бапкерлер. Келсем, өйткені істемейтін аяқ па? Істемейтін аяқтың өзі өйстіп соғып отырса, оның аяғы не болды деймін да. Бірақ Қызылжар сонда да басын түсірген жоқ, қолын түсірген жоқ. Соңғы секундтарда енді қақпашының аяқта істеген сейфтары енді сұрапыл. Бірақ Оқжетпес айта кетейік, Қажымас Қайрат болып жатыр ғой. Сенесіз ба? Ербол Қайыров барды ғой. Сол үшін. Двойные премиальные. Двойные деді ғой. Ол кісі өлтіретін мықты, иә? Мықты. Майын ағып, суын ағып дегендей мықты, иә? Көстемесін, иә. Негізі ойын барысында статистика сүйенетін болсақ, барлық жағынан тең болып тұрды. Бірақ ойын нәтижесі 1-0. Қызыл қағазға мен келіспеймін осы жерде. Сосын тең болған кезде Лобанцев бар ол қақпашы. Бүгін матчты алып шыққан сол шығар деп ойлаймын. Абинур Нұрымбеттен бұрын. Әрине. Өйткені ойын терезесімен тең болды деп айта алмаймын. Мына жақта Молдинов пен шабуылшы бар. Қателеспесем, Беурге ба? Бүркітті берсей. Сол екеуінің комбинациясы қойылған екен. Сосын Чурчич былтырға қарағанда былтыр енді кетен деп жүрді ма мен білмеймін. Сәл салғырт қарады ма жұмысына, биыл ойын қойған екен. Былтыр достарымыз болған жоқ қой. Петропавл. Сондай ма? Мақтау керек ол кісі. Мына жердегі ассалаумағалейкум дейтін жігіт қайда? Қайсысы? Ассалаумағалейкум дейтін жігіт қайда? Қайсысы? Мына жерде отыратын. Айтпақшы. Олжас Байбосынға пародия ма мынау? Ең нашар пародия болды. Болмай қалды ма? Мүлдем ұқсамады ғой. Басынан жазайықшы. Болмайды. Қайда ол? Неғып тастап кеттің? Олжеке Шымкентте Ауылда. Келесі шығарылма келеді. Самолетқа сыймай қалды ма? Бүгін Бек Шымат бауырымыз көсілсін деп отырмыз ғой. Мен бәрін жеткізіп Бек, мына жерде қызыл қағазды айтшы енді. Мен анау вар қарап жатыр да. Қызыл қағазы. Вар демекші айтпақшы. Ақ ракурстан қарады ғой.
жоқ, төрт қайталау болды, төртеуі де бір ракурста. Енді варда да осы қайталаумен көре ма? жоқ, варда анау кісі қарап тұрды ғой төреші. Бір ракурстан қараған байқадым мен. Бұл да сол Общий ракурстан планға. қарап тұр ғой. Бұл да сол біз көрген ракурстан қарап тұр. Бірақ ол жерде шынтақ тигені көрінбейді. Не құлатқан, не істегені көрінбейді. Мен соған контактын байқай алмадым. Мен пешевичке жаным ашып кетті. Негізі сары қағаз берілді алдында. бек видеоның алдында айттық қой ерсінмен дауласып отыру керек, сонда контент Жоқ, өйтсең келіспеймін деп айту керек. менімен келіссең, Мүмкін қазір сіздер тараптан шығып қалса біз екеуміз болып кетуіміз мүмкін да. Солды да ойлап тұрмын да мен бір жағынан. үйіне Ван мен апарып адвама. тастаймын ғой. Ерсін ерікті. Жоқ, бек не ғой, әзіл ғой, бірақ шынан жерде пешевичқа мен де нетіп қалдым. Әлбетте. Вар қарады, жарайды, бірақ ондай бір кесіп түсетіндей болған жоқ сияқты осы жерде. жоқ, бұл жақта шешім шықты ғой, бұл жақта шешім сары қағаз болды, варды қарады, қызыл қағаз болды. Иә. Төрешінің де өзінің бір басы екеуміз шығар, өйткені өзінің істеген қылығына жауап береді, алып иә. отыр ғой. Өйткені оны ертең күні өздеріңіз білесіздер, біздің судья департаменті бар ғой енді судьялардың. Сол ертең, сол кісі бүкіл ақиқатты айтады деп ойлаймын. Иә, бірақ енді Оқжетпес командасы қазір неше жыл? 3-ші орынға көтеріліп кетті ғой, Иә. Оқжетпес красавчик, Оқжетпес мықты. Стадионның алғашқы кірпіші қаланды Көкшетауда. Кәдімгі футболда даму бар. Негізі Оқжетпес жаңағы өз алаңы жоқ деп Көкшетауда көп ойын өткізбей сөйтіп жүретін еді ғой. Енді өз стадиондар бар, жаңағы басшылыққа футболдың маңайындағы Ербол келіп барып жатыр. Жастар бар. Жоқ командадан Әлеуетов команда шығарды, мықты жасақтады. Ереке, Әкеңнің жоқ де команда еңбегі. деп айтпайық. Былтыр осы уақытта Оқжетпес екінші орында келе жатқан былтыр. Жоқ, мен жоқ команда дегенде андай ойнай алмайтындар деп жатқан жоқпын. Жаңағы Дамир Марат кетті, Жұмат кетті, бапкер кетті, Әлеуетов бапкер келді. Мысалға ойыншылардың жасақтауын айтамын. Оралхан былтыр мысалы 4 гол Қақпашы Қажымұқан да кетіп қалған екен ғой айтпақшы. Иә, Қажымұқан қаяқта жүреді? Шымкентте ғой Бекхан Шайзадан. Бекхан ғана көрінеді. Шымкентке оралды дейді. Сондықтан мен Оқжетпеске өте керемет риза болдым. Енді Қызылжар 10 ойыншымен ойнаса да мықты ойнады, әңгімесі жоқ. Чурчич ақыры Қызылжарды бір жетістікке жеткізеді менің ойымша. Қызылжарда екі ойын қатарынан үйде жеңіліс, бірақ мен бір спат бар деп айта алмаймын. Жай сәтсіздік деп айтуға болады. Ордабасыға қарсы матчта да тең нәтиже тіркеліп кететін мүмкіндігі бар еді. Бүгінгі ойында да кемі тең нәтиже тіркеуге мүмкіндік бар еді. Бірақ жолы болмады. Ал Оқжетпес енді күшейіп келе жатыр. Оқжетпесте мені уайымдататыны ротация жағы. Құрам көп өзгермейді. Бүгін міне Нұрымбет ойын барысында алаңға шығарды, бірақ сол нәтиже берді, мысалы гол соғып кетті. Осындай бір өзгерістер. Абинурдың бірінші голы? Абинурдың дебют голы екен осы маусымдағы. Осыған дейін шетелдің чемпионатында соқты ғой, бір гол соғып келген. Беларусьта. Жастар құрамасында бар ғой, бар. Енді мен Еркебұлан Нұрғалиевтің да фамилиясын оқып қалдым бүгін, ассист берген екен. Қуанып қалдым. Еркебұлан да бір Елімайдан кетіп қалып, кішкене бір недоразумение болды деп естіген, мен оқығам. Сол Еркебұлан енді ардагер ойыншы, Шахтерде ойнады, Елімайда ойнады. Бірінші лигада ойнады Елімайда. Иә. Жоқ, бұл турда неге аз гол соқты деген бір мазаламай ма кішігірім? Қатты мазалап отыр. Ұйықтай ма отырық қой сол? Не үшін деген Оны білмедім. неге десеңіздер, өйткені барлық командаларда өйткені 2-3 күн бұрын ғана ойын болды ғой. Иә, көп жерде ротация жағы болып жатыр, ойыншылардың кішігірім шашаңқылы состояниялар бар. Сол сияқты оның бәрі нәтиже келіп соғып жатыр. Қызылжарда өз алаңда енді ұпай алғысы келді деп ойлаймын, бірақ Оқжетпес менің ойымша бәрін жасады мына ойында ұтып кетуге. Сол сияқты кім жақын сол ұтады ғой, дұрыс па? Иә, кім көп гол соғады, сол жеңеді дейді ғой. Сол сияқты. Ертіс пен Қайрат арасындағы ойынға өтейік. Астана аренада болды бұл ойын, және Павлодардағы стадионда жөндеу жұмыстары болып жатқаннан кейін біз аренада Ертіс пен Қайрат арасындағы ойынды көрдік. Юкколаның бір голы шешуші болды. 25-ші минутта жеңіс голын соқты ол. Ойын сізге ұнады ма, Елдос аға? Иә, біз ұлттық құраманың бапкерлері болып бардық. Ойында Талғат Байсефин мырза, мен тағы ассистент. Бір ойын жүрмей барып жатсыздар, Құдайға шүкір, иә. Астанада болып Иә, жатқан ойындардың бәріне барып жатырық. Енді шыны керек, бұл голды көрдік қой енді, Юкколаның голын. Бірақ Юкколаның голын кірердің алдында бір 10 секунд, 15 секунд бұрын Қайсардың 100% пайызы. Ой, Ертістің керемет бір шабуылы. Міне осы жерде ғой міне. Өзінің футболшысы шатасты ғой. Иә, енді қарасаңызшы, мына жақта екі адам тұр да. Тоқтатып ұрса да болады, және де Шевиревтің енді бұл үлкен бір қателігі. Мен қараңыздар, мынау контратака Қайратқа ешқандай бұндай мүмкіндік бермеу керек менің ойымша.
осы 12 қай минутта соқты? 25. жаңағы салмаған екен контратакадан Қарасаңшы, осы мына жақта ортасы 20 секундтың арасында ойын барысы өзгеріп кетті. Бірақ Қайрат мына ойында маған мүлде ұнамады. Неге десеңіздер, бір кішігірім бір ұйықтап жүрді ма, Рафаэль Оразбақтың сол нәрсені сезіп, ойын жиегінде қалай ақалаған көрсеңіздер енді. Естіп бәрін естіп. Бәрі есті деп ойлаймын. Өйткені мынау балалар бір ұйықтап жүрген сияқты бір сезімде болды менде. Неге екенін түсінбедім. Бәлкім олар кубокта ойнағаннан кейін осы сәтте кішігірім бір жоқ, кубокта ротация болды ғой. Ротация болды, иә. Сонда да может сол нәрсе бір септігін тигізіп жатыр ма деп ойладым. Бірақ ертісін ойын айтқым келіп отыр. сұмдық болды. Шыны керек, Қайрат бұндай болады деп ойламады деп ойлаймын. Өйткені допты, елегі, шабуылдардың негізі мына Шевыревтің моменті бір үшінші момент па сондай болды. Оның алдында тағы да бір жақсы моменттер болды. Мүмкіндік болды. Мына жерде голды санамай қойды ғой. Кім Оматайдың голын. Шевыревтің Шевырев салды. Оматаев ойын тәртібін бұзғаннан кейін вардан қарап бұл голды санамай қойды. Бәлкім осы да бір септігін тигізді деп ойлаймын. Өйткені ертіс қатты қуанып қойды, осы жерде эмоцияға беріліп қойды, бірақ сәл жетпеді. Сосын Ибрахим мен Стефан бар ғой, екеуі орын алмастырып тұрады екен, бір-бірінің орнын жауып тұрған кезде мынандай ойын болды ана екеуінің. Ана екеуі бір-бірін сезеді екенін, шынымен ше. Қарамай береді екен, ереге. Телепатически дейді ғой, қарамай да сезе береді екен бір-бірінің қайда жүргенін. Артқа қарап пас беріп жатыр ғой, қорғанысты өйтіп пас беру қиын ғой, қарамай. Потолок. Жоқ, мен ойынды көрдім, бірақ Бектің сипаттауында андай керемет ойын. Ойзылды бір сөзбен сипаттайды ғой, телепатически деп. Жоқ, мощный ойын болды енді, разговор жоқ. Бірақ мына Қайрат командасына кішкене ертең Қайсармен ойнайды ғой аптаның ортасында, жаңа кейінгі алдын ала. Міне, осы жерді айтыңызшы Елдос аға, осы жерде. 45 плюс 1 минут. Бағана тиген кезде ма? Павел Сетконың соққысы ғой. Павел Сетко бүгін сол осы матчта өте қатты ойнады. Үздік ойыншылардың бірі. Мына енді сұрапыл ғой, енді мына жақта Темірлан мен ойымша доп қақпаға тигенде мүмкін шығарамайды қалатын бет деп ойлаймын. Бірақ бұдан бөлек бек меса айтайын, біздің Япония елінен ойнап жүрген бір шабуылшы бар ғой. Шимамура деген ойыншы шығып еді, Агиманов шығып еді, ойын қалай өзгерді деймін да тағы. Нұрдәулет Байбосынов та бірге шықты. Байбосынов, қаяқты кетті Байбосынов? Тараздікі ғой, елки-палки. Сол сияқты. Шыққан кезде ойлап едіңіз, Тараздың баласы. Меніңше Қазақстандікі. Қазақстандікі бәрі, өзіміздің өндірістікі ғой. Жігіттер, сіздер, мен түсініп тұрған жоқпын, ертісті мақтап бір бапкердің де нашар жұмысын жауып жүрген сияқтысыздар. Негізі Альшевскийдің жұмысы сынайтындай болып тұр. 5 ойын қатарынан ертіс жеңіліп жатыр. Қазақстанда сынау демекші Әлеке, бастанда сынауға бізде құқымыз бар ма? Қазақстанда жоқ әлде тыйым салынған ба? Сіз егер объективті сұрасаңыз кез келген адамды кешірімді ғой енді. Жоқ, Дастан әлбетте біз Дастанды мақтаймыз да, мадақтаймыз да. Мына ойында мен Дастанды көре алмадым. Жоқ, соны айтып отырмын, бұл ойында тек қана Дастан емес, бәлкім бәрі де нашар ойнады. Мырынский бар, ұлттық құрамаға ойнайтын, Байбек бар, жастар құрамасының ойыншысы. Байбек өте жақсы ойнады ғой. Жоқ, жалпы деймін да, физикада тұрғыда бәрі нашар да. Білмеймін не үшін екен. Бірақ мен Байбектен және Мрынскийден бір байқағаным, негізгі құрамнан болды, ойып тұрып орын алды деп айтсақ болатын сияқты. Мрынский Тапаловтан конкуренцияны ұтты деп ойлаймын, және Олжас Байбек міне біз күткен артқы жартылай қорғаушы болып бекіді командада. Жоқ, нақты мен ойымша жоқ деп ойлаймын. Өйткені бұлар бір-бірін қалай енді жоқтатпайтын ойыншылар, ротация бір-бірін ауыстыра алады. Любой момент, любой уақытта бұл ойыншылар шығып, ойынның мәнісін өзгертпейді. Бірақ Қайраттың былтыр қалаған нағыз артқы жартылай қорғаушысы осы Байбек болып тұр ғой биыл. Неге Садыбеков шығып жүр ғой тағы да арасында? Бүгінгі ойында осы дриблингі мықты болды осы. Негізгі құрамдағы ойында Садыбеков шыққан екен 3 соққы жасап үлгерді ғой. Садыбеков шығып 3 мүмкіндігі болды десем мен қателеспеймін. Екеуі баспен, біреуі аяқпен. Баспен оны жердегі доп тұрғаны ма? Негізі ояқта күтпеген жағдай болды ғой. Көп бәрін асып кетіп. Осы алдыңғы шығарымда сіздер айтып жүрдіңіздер ғой, Жоржиньо әр соққан голын ерсін ерікке арнайды деп. Осы орайда сұрайыншы. Глейзер кетті, мысалы, Арат кетті, Заря кетті, бірақ Жоржиньоның не мықтылығы, не күштілігі бар. Мен мүмкін футбол түсінбейтін адам шығармын. Ода прессинг мықты шығар, оның өкпесі өшпейтін шығар, осы жағынан басымдылығы бар шығар. Бірақ мен түсінбей қойдым. Жоржиньоға 4 мүмкіндік келді мына матчта.
соққы болмай жатыр ғой қақпаға тура. ол анау соны ұрсады ғой бапкер, сол ұрысы көтереді екен да ол, Сол үшін ба? бір ренжімейді екен ғой. Сөз көтере алған үшін ба? ұрыс өтеді. келесі турда Жоржиньо саған арнайды голын. Жоқ, маған дұрыс, арнаса дұрыс. қуанамын мен, гол соқса қуанамын мен Жоржиньо. Өйткені алда Чемпиондар лигасы келе жатыр дегендей ғой енді. Арасы бір 2 ай қалды ғой енді. Жоржиньошы бек просто андай ғой, непредсказуемый адам ғой. Бір ойында шаяды, жоқ жерден гол соғып кетеді, шаршамайды, прессингке Бірақ гол жақсы. соққанның басқашасы көп па? Иә, командный ойын деп ойлаймын мен. Сондықтан да Жоржиньоның қалғаны қазір Қайратқа өте тамаша болып тұр. Енді мен ойымша керісінше. Керісінше сияқты ғой. Керісінше? Мен де ойлаймын, қандай футбол түсінбейтін адам болсам да кез келген адам көріп тұр ғой ана деген. Тараздансың ба? Тараздан болсам жақсы болар еді. Қайтадан Абина Нұрбекпен мақтанып отырмын. Не ғой, жоқ, бұл жерде Қайраттың мен бір алаңдататыны Әлеге, Беке, Еврокубок келе жатыр ғой ертең. Сол қиналып қалсақ, бір андай комбинацияны байқай алмадым мен шыны керек ойыннан. Шабуылшы керек па? Шабуылшы Эд Милсон бар ғой енді, Рикардиньо бар, Себальос бар. Ортада ойын жүрмей жатқан сияқты, енді ертең білмеймін Еврокубокта. Онда оң қанатқа кезіндегі Исаиль Барбоса сияқты бір футболшы керек. Солақай бірақ. Өйткені Юккола бар сол қапталда, оң қапталда сол аяқпен ойнайтын бір жақсы бір ойынды жүргізе алатын бір вингер керек. Өйткені дастанда біз бар ғой, біз былай да сүйреп жатырмыз, ол обал болады ғой балаға. Кетеді ғой ертең ол. Сол ғой, сол Челсиға кетеді ғой. Мен бәлкім ойымша бұлар Еврокубке қарай күшейеді шығар. Әрине. Өйткені өздері де түсінеді ау. Біреу керек. Әлбетте, негізі Арат кетті, Глейзер көрінбейді. Сол сияқты енді бұларға финдар келді. Рахмет, финдар да жақсы, бірақ сонда да күшейетін 1-2 ойыншы керек болады деп ойлаймын. Сосын бір қорғаушы керек сияқты да, Юксоноев сияқты. Енді қорғаушы қазір кім екен? Бразилецті алды ғой. Африка ма? Иә, сол енді ол кісі әлі өзінің бабында емес көрініп тұр. Допты иілу жағынан, пас беру жағынан, бәлкім жасанды алаңға үйрене алмай жатыр ма? Қорғаушы кетті дегенде Сорокинді ұмытпауымыз керек қой. Иә, Сорокин. Қытай чемпионатында ойнап жүр. Енді жігіттер ертістегі жағдайды айтатын болсақ, Вячеслав Швирев өте нашар ойнап жүр ғой. Өте нашар. Қайраттан шыққан ғой ол. Түлегі бар. Ол Қайратта жүрген кезде мықты болатын. Қайрат Мәскеуде ойнады, сосын Красава қызықты, жалпы шетелден ұсыныстар түсті. Бірақ мынау ертістегі ойынына қарап, Алдияр Жапарханов дұрыс айтып жатыр негізі. Бір шабуылшы керек. Мынау Николай Сигневич сияқты бір жақсы шабуылшы болса, әуеде жақсы ойнайтын және қара жұмыстар атқарылатын болды. Қасында Павел Ситко бар. Екеуі ұйымдастырып береді, біраз нәрсе жасап береді орталықта. Бұларда бар ғой, ең соңғы бір ключевой соқып кететін адам жоқ та. Түсініп отырсыз ба? Воротаны алдына дейін келеді жақсы, алдайды. Мынаны қараңызшы, қауіпті жағдайлар болып жатыр, бірақ именно бір Эд Милсон сияқты бір ойын тағдырын шешіп кететін адам жоқ та. Сол Швирев болу керек еді ғой сол. Әйтпесе жап-жақсы команда ғой Ертіш. Ойыны деген Ертістің қандай әдемі ойыны. Кеше көз сүйсінтеді ғой қарап отырған кезде. Қайраттан қарағанда соған қатты жанкер болды. Жүріппен көреді екенсіз бек футболды. Сондайым бар енді. Жоқ, өйткені көп адамдар сөйлесем ше, фон Дима келеді. Андай керемет ойын деп айтпайды да көбісі. Астана енді кейбір ойындарда телефон шұқылап кетесің ғой. Жоқ, мына жерде кәдімгідей әр пас сезініп отырып, бір өзім ойнап отқандай болып. Заряд өшкен жоқ. Шыны бар ғой, мына көпті көрген бала ғой, шыны керек. Сіздер бар ғой, негізі фанатизм жағымен қарайсыздар. Стефан мен мынау Ибрахимнің орын алмастыруының өзі бар ғой деген. Мен бапкерлікке кешіп па, Елдос мырза, мен әлі оқи аламын ба? Сіз әр кезде оқи аласыз. Сол сияқты бапкер болу ол кеші жоқ қой. Жоқ. Қазақстан ол менде бар негізі, жоспардан бар негізі бұрыннан. Бас бапкерінің көмекшісінің көмекшісі деген қалай. Көмекшісің, бірақ футболдан тыс болса. Негізі әлі келсесіз ба? Водитель. Негізі керемет нәрселер айтып жатыр. Дұрыс айтып жатыр. Шабуылшы керек деді. Тек ертістің ойыннан ләззат аламын дегеннен басқа бәрін дұрыс айтып жатыр. Что-то давление көтеріле бастады жігіттер. Ассалаумалейкум деген қайда? Ойнап айтамын, бек әзіл ғой. Сен жақсы кіріп кеттің. Осылай анау сөз бермейді бұл жерде. Кіріп кетіп отырған жақсы. Жоқ, сөз беремін. Каспий мен Астана арасындағы ойын. Беке, қалай сізге? Каспий мен Астана. Мені осы жерде бірден бастап кетуге болады. Мен Қасымның қызыл алуына мен келіспеймін мен. Ол Ермұхамед Мәулендікі ғой бүйтіп ұрады. Енді мойындай бастадым, Беке, дұрыс айтасыз. Оның орнын басып. 50-50 дейікші. Әлде 0% ба не? 50-50 ғой. 50-50, иә. Ол майшаммен қаралатын нәрсе 3-4 ракурстан бар ғой. Последний надежда емес пе енді? Жоқ. Последний надежда болғанда ол равновесие жоғалтты да 2 метрден кейін барып құлап жатыр да. Егер сол жерде құласа мен келісетін едім бірден. Қараңыздаршы.
равновесие жоғалтқанды енді үндемей қарайықшы осы жерде. үндемей. Жоқ, давайте жігіттер, мен де мына жақтан араласайын, қараңыздар енді. Сәл артқа айландыршы. Сіз араласуыңыз керек қой елге. Иә, мынаны қара, допты жоғалтатын кезде. төреші Доп рубрикасы. қаяқтан кетіп қалды? Аяқтың астынан. Доп жоғалтатын жер ма? Жер емес. М? Жер емес. Енді түсініп отырсыздар ғой. Ол өзінің қателігін түсінді, артқа қарай жүгірді. Иә. Енді өкінішке орай аяқтың арасына бір кілініп кеткені бар шығар, бірақ Иә. енді қызыл қағаз, мен де алдым қызыл қағаз бұндай талай. Түсініп отырсыздар ғой. Сонда бұл әділ ме, әділ емес па қызыл қағаз? Енді төрешілер бар ғой, әділ ме, әділ емес дейді. Жоқ, сізге бірақ берген. Маған берген. Онда болды онда. Негізі бұл матчта онда Қасымның қызыл қағазы да 50-50, Башичтің пенальти текпен сәтте пенальти қойғанда 50-50 ғой, төреші екі жаққа да Сондай болып тұр, бір қызық шешімдер. Бұл ойында маған ең үздік болған Димаш Жомарт былтыр жеңісте болмайды бақшы. жеңісте болды. Бәсе. Иә, Жомарт негізі Айдан Қожахмет мақтайтын еді, осы баланы мақтаса мақтайтындай бар еді. ол да қайраттың тілегі. Бұл жігітке ренжідім мен елеке. Өйткені пенальти қайтарды, әңгімесі жоқ, жақсы ойнап жатсың. Бірақ ана командаласын ұрып жіберді да бұл. Байқамадыңыздар ма ол эпизодты? Желкесінен қойып қалды. Анау кім жаңағы адық Қай? Набиханов ажыратып жатыр. Набиханов ажыратып, Набиханов ерегісіп кетеді ғой. Сен бір командада ойнап жатып, сен жындысың ба? Бір-бірің тұратын, командаласың ғой. Елеке сізге түсініксіз болса көрсетіп жіберейін. Басманов тепті, бірақ Жүгірді. Қараңыз. тергайтып отыр. Бұл жерде команда қайтып отыр. Тек стойдан кейін жұмысқа шығып кеткен ба бірден? Шапалақты желкеден ұрып жіберді. Бұл жерде Жоқ, енді қараңыздар. Артынан байланысып кетті. Серьезно байланысып кетті. Сен екеуін көресіздер ме? Жоқ, просто мен жарайды пенальти қайтарын әңгімеш, бірақ командада олай онда ынтымақтастықты бұзбау керек деп ойлаймын мен. Бірақ мына матчтың бар ғой, бүкіл жаңағы қате кеткен кемшіліктері болсын, кедір-бұдыры болсын, Жомарттың бүгінгі сейфтарымен Санжар Ануаров обал болды, сәл бар ғой. Өткенде ғана гол соғып, енді ғана ілініп келе жатыр байғұс. Шықты да автоголдың авторы болып атана салды. Сәл обал болды балаға. Ертең осының кесірінен сынып қалды мүмкін. Қазір Астанада проблема отыр ғой, мектеп жағынан көріп жатсыздар ғой барлықтарыңыз. Астанада мәселе көп онсыз да. Бапкер масқара айтты. Ана 17 жасқа дейінгі команданың бапкері. Ол масқара айтқан жоқ, ол масқара болып келді осы уақытқа дейін. Соның бәрі шығатын уақыт келді да амал жоқ. Ана боқтағысы келіп тұр, ана өксік мына жақтан жұлмаланып шыққысы келіп тұр да сыртқа қарай. Домбырамен тұспалдап айтып жіберейін десе болды. Ай анаған домбырамен. Айтады ғой енді Шахтер алып кетеді дейді таланттарымызды. Қайрат алып кетеді. Какой-то Атлетика деп тұр ғой өзі. Какой-то Атлетика алып кетеді. Команда жинап үлгермей жатырық дейді да енді. Шынымен де Астананың жағдайы қазір қиын. Оған Бабаянды или басқасын кінәлай алмайсың. Қаржылай дағдарыс бір шығады деп ойлаймыз енді. Ойлайсыз ба шығады деп? Мен түбі бар шығар бір шығатын жолы бар шығар. Мен ойлаймын бар ғой. Бұлар маусым соңына дейін жете алмай қала ма деп ойлаймын мен. Ой, шли оны. Ондай емес па? Жоқ, Астана ғой. Мен уайымдаймын мен Астананы. Жоқ, өйтіп уайымдамай қойыңыз. Уайымдайтын нәрсе көп қой. Пайымдайтын жөніміз бар бірақ. Сол ғой, сол. Бар жөніміз. 13 команда ойнап қалса ше. 15 команда. Сол сияқты ма алды? Иә, алдында кетіп қалды. Басқасы Астана өйтпейді ғой. Көтеріп жібереміз ғой. Жүрік қой Астанада. Анау жүрміз шешпесек та қойсын. соны айтамын. Шешу үшін жүрміз ғой. Каспийдің фанаттарымен сөйлесем ғой. Командада 3 директор бар дейді. 4 директор бар дейді. Бұл бар ма ол жалпы басқа клубтарда деп сұрайды. Мен жоқ деймін. Неге онда бізде олай дейді? 4 вице-президент бар клуб білемін мен. Директор бар. 4 директор бар дейді. Енді бұл Аққу, Шортан һәм Шаян. Сондай білесіз енді сізге ұят қой оны айту. Жан-жаққа тартады деген әңгіме ғой. Бұл қойшы көп болса дұрыс айтып отырмын ба? сондықтан да енді білмеймін, Каспий командасында олқылық бар енді. Мына жерде жол болып кетті деп айтайын ба? Ұят бола ма? Жол болып кеткен жоқ енді. Қақпашыны шешіп кетті. 11-ге 10 ойнады, ол да шешуші нәрсе ғой. Сондықтан да Каспий командасы бұл батыстық команда, Батыс Қазақстан, бұл Атырау болсын, бұл Ақтөбе болсын, бұл Ақтау болсын, футболдың қаласы деп білемін мен өзім. Батыста жақсы көреді футбол. Бұл әзірше Түркістанда қалады ғой бұл команда, иә? Ақтауға қайтпайды ғой, өйткені ол жақта стадион дайын емес қой әлі. Жазға дейін болады ғой енді. Келесі ойыны 22 мамыр күні ғой, Ертіске қарсы. Павлодарға келеді. Жоқ, үйде ойнайды. Енді бұл Каспийдің бірінші жеңісі. Құтты болсын. Құтты болсын, иә, бірінші жеңіс. Тұңғыш жеңісі. Ұзақ күткен жеңіс.
Жеңіс пен Тобыл арасындағы матч 1-0 есебімен аяқталды. 86 минутта Әлдайыр Әділов шешуші гол соғып кетті. Стадионда тамашаладыңыз. Елеке, ойынға қатысты пікіріңіз қандай? Енді Ханалиұлы Астана аренада ұтылғысы келмейтіні әлбетте бірінші секундтардан білінді. Тобылда жаңа тренер кеп, жаңа рух кеп жатыр, эмоция болып жатыр. Сол себептен Тобылдан да жақсы ойын күттік. Енді екі жақта жеңіске ойнады десем де қателеспеймін. Бірақ ойынның барысында 12 минутта қорғаушы сынып қалады ғой, түсініп отырсыздар ма? Ойын схемасы өзгеріп кетеді. Оның орнына қорғаушы емес Зуев шығады, жартылай қорғаушы шығады. Енді сен 2-3 күн бойы дайындалған схемаң мүлдем басқа схемаға айналып кетті да, Әлеке, түсініп отырсыз ба? Сол себепті ойын барысында да тез-тез перестроация етіп, бұл кісілер енді ол ойыншыны жоқтатпауға тырысты. Бірақ жеңіс ойын басынан бастап бағынаға тигізді, қауіптік бір мүмкіндіктер жасады. Содан кейін екінші тайм Тобыл кішкене жиналып, олар да бір жақсы мүмкіндіктер жасады, бағынаға да тигізді. Бірақ ойын тағдырын көптен өзінің үмітін күтіп жүрген Адилов деген ойыншы бар. Алдияр ма? Алдияр, иә. Енді шыны керек, ол Әлтайыр. Әлтайыр, иә. Анау бұдар енді сұрапыл енді. Күреп депті ғой, Ой, дайындалды да бір ширап депті десем мен. Жаңа есім. Жаңа есім. Ырзамын. Иә, өз Белоруссия чемпионатында ойнаған ба, сондай бір ақпараттар бар енді. СК 1938 деген команда. Содан кейін Қызылжарда ойнағыпты. Енді біраз жүріп, міне сондай мүмкіндікті күтіп, бұл бала Ханалиұлын бір қатты қуантты деп ойлаймын. 10 минут, 5 минут уақыт беріп жүретін бұл балаға. Бүгін осы мүмкіндікті пайдаланып кетті. Мен Тобыл командасына кішкене жаным ашып қалды. Асхат Тағыберген ойнайтын команда ғой енді, ұлттық құраманың көшбасшысы болған Тобыл чемпиондар. Неге бұл батпақтан шыға алмай қойды түсінбеймін. Мен осы Нұрбол Жұмасқалиевті алып тастағаны қате болды деп ойлаймын. Нұрбол Жұмасқалиев кеткеннен кейін жағдай жүріп кетеді деп мен гарантия бере алмаймын. Неге? Айтайын ба Елеке мен ойым? Өйткені Индияе дегенге әңгімем жоқ. Бірақ трансфер кішкене қате болған сияқты. Элми Сауди мысалы, бұл НН, ЭДДМ. Мысалға қазір Мякиш па ойнап жүрген? Ол Элми Сауди сияқты бола ма қазір? Бола алмайды. Қиын ғой. Бола алмайды. Иә, кубокта гол соқты, суперкубокта Герра деген. Ол да қазір өшіп қалды. Сондықтан да биыл енді Тобылға сәл сабырлық тілеймін. Еске саламыз. Иә, Чесноков бар еді. Сабырлық тілеймін жанкүйерлеріне. Бірақ биыл чемпиондық енді қазір өте қиын жағдай, түсінікті. Ұшып кетпесе екен деген ой болып тұр менде. Бірақ мынау Жоқ, ұшпайды. Мирослав Ромашенко деген қайдан келді жалпы? Былтыр қайда болған? Ол кісі негізі Россияда жұмыс істеген. Бәсе көрінді. Сосын Белоруссияда жұмыс істеп. Қазақша білмейді екен деді. Енді Тобылға келіп. Мына жаңа трансфер бар ғой, Милованович па, кім шабуылда ойнап жүрген? Жоқ, өткенде 2 гол салды, иә, бірақ ол екеуі де андай бір жеңіл голда, айнасқа тік қасық қой негізінде, қайтқан допты сала саласың ғой. Бірақ андай бір Элми Сауди жаңа Чесноковтар айтып отыр ғой, сондай бір ойын жоқ та. Асхат бар ғой қазір, өзінің командасында жүрген жоқ. Бұл Қайсарға келу керек та осы тұрған кезде. Ана жерде өзінің жергілікті бір ортаны тіреп тұрып ойнайтын бір ойыншы керек. Кімнің қасына, Цускичтің жанына, Абекен үшеуі қосылып ойнайтын. Иә. Сәл жаным ашып жүр бар ғой. Виктор Мозеске керек жоқ дейтін. Бұлардың құлдырауының бір несі екі адамға кесірін тигізіп отыр. Дамир Марат пен Дәурен Жұматқа жаным ашып жүр. Былтыр қандай жұлдыздар еді екеуі де ұлттық құрамаға шақыртылып жүрген. Ал қазір ұлттық құрама былай тұрсын, Тобылдың негізгі құрамында да жоқ екеуі де. Жоқ, енді бұл екеуі де өзін енді отырамыз деп барған жоқ қой. Сол себепті оларды да түсінуге болады, өздерінің енді күштерін сынап көрейін деді ғой. Өйткені ортаңғы клубтарда жүрді да, енді чемпиондыққа таласатын клубтарға барғысы келіп. Деңгейі жетпей ма сонда Тобылға? Жетпейді емес, өкінішке орай. Бапкер ойната алмай жатыр ғой. Сен білмейсің ғой қалай болатынын. Бапкерде емес, мүлкім өздерінен бар шығар. Сосын ол футболшыларды мен жақсы танимын. Екеуі де керемет жұмыс істеп жатыр. Дәуренге де мүмкіншілік беріп жатыр, Маратқа да мүмкіншілік беріп жатыр, бірақ қанжығалары майланбай жатыр. Осы маусым басталатын кезде мен бір сұрақ болды. Қайратпен кім бәсекелестік жүргізе алады екен маусымның соңына дейін деген кезде бірінші ойыма Астананың жағдайы белгілі. Тобыл дегем. Сөйтсем, Ордабасы атып шықты ғой мына жақтан. Тобыл суперкубоктан кейін кішігірім өздерін етіп қалды да. Бүкіл күшті суперкубокқа салды ма, мен соны түсінбей қалдым. Содан кейін Бірақ матч ғой. соны айтып отқан бір матчтан кейін сол матчтан кейін ұтқан жоқ қой ешкімді. Шыны керек.
бүкіл эмоция сол суперкубокқа кетіп қалды деп ойлап отырмын, өйткені бәрі қанағаттанып қалды ма, сонымен ше. биылғы маусымға бар жоспарлары бір суперкубок емес шығар деп ойлаймын мен, құдай қаласа. Әлбетте, Мен ондай бірақ емес. тобылдан үмітін үзбеймін мен. Тобыл оралу керек. Мен де тура сіз сияқты ойым. Бұл тобыл деген негізі уже соңғы 4-5 жылда грант болып кетті ғой енді. Иә. Соң бұрынғы ақсандап жүруші еді, енді қазір бір үштікте міндетті түрде көретін командалардың бірі. Сол себепті бұған уақыт бергек. Биыл үштікте болмайды елеке. Бестікте де болмайды биыл. Сөзін ашығын айту керек. 5 ұпай, 18 ұпай. Жоқ, иә, келсем, бірақ сіздің көріп Неге келдігіңізге мен бестікте таңғаламын, негізі бар ғой, Қиын сіздің ғой. көріп келдігіңіз бар ғой. Бар ғой. Иә. Атырау мен Алтай арасындағы ойын 1-0 есебімен аяқталды. 31 минутта бразилиялық Энрике жеңіс голын соғып кетті. Сосын 85 минутта Рабиу қызыл қағаз алды, бірақ сонда да Атырау 3 ұпайын еншілеп кетті. Алтай мен Атыраудың арасы Қазақстан премьер-лигасы ағайын. Керемет. Осы екеуі тоғысы ғой, Алтай мен Атыраудың арасы. Бұл жерде менде бір таңданыс бар, елеке. Бапкерлік көзқарасыңызға байланысты. Чебуринға хабарласа ғой, 2 сағаттан кейін КПЛ басылады дегенге бапкерлік тағайындаған ол кісіні. Қандай нәтиже көрсетіп жатыр? Қараңызшы, мықты, негізі. Бапкерге де көп нәрсе байланысты. Әлбетте, ол жоқтан бар команда жасап отыр ғой, шыны керек. Оны барда бар қылып айту керек. Енді андай жай команда емес, шыны керек, андай бір мынандай команда ғой, мықты. Иә, бір қай жер десе бұзады. Чебурин көкемізге айтпаған ғой Атырау екенін. Жальгирис деген ғой. Жасыл ғой, жасыл. Өзі жасыл цветке жақын. Жаңа 2 сағатты асыра сілтеп адамын ғой, өзі 2 қаптаға ма, сондай ғана қалған кезде алды ғой бұл бапкерді Чебурин. Қандай мықты команда қылды. 3 күн ба қылды. сондай негізі? 3 күн, а? 2 апта емес. Жоқ, шыны керек, бұл команданың ауызбіршілігі де керемет. Бір-бір үшін жақсы араласады. Нойок деген ұнайды ма? Найок деген жақсы ойыншы. Өзі Қазақстанда қанша жыл болды не жүргеніне? Қызылжарда жүрген әйтеуір. Былтыр Қызылжарда жүрді. Қызылжарда болды, Атырауда болды, жаңағы біраз жерде ойнап тастады. Сол сияқты Найок қазір біздің футболистердің қалай былай? Бауыр болып кеткен бұл. Сол сияқты қазір ол андай ауызбіршілікке де керемет жұмыс істейді. Кішігірім бір местный сияқты жүріп, бір бәрін басын қосқысы келіп жүреді. Өте бір андай. Сіз бұға кездестіңіз ғой мен? Бізде сұхбат болған, позитиві жоғары адам ғой. Сол айтады, Атырауда жүрген кездегі сұхбаты ғой, 2024 жылы түсіргенбіз. Сол кезде маған басқа клубтардан да. Атырауда жүр ғой? Атырау, Қызылжар, қайтадан Атырау. Атырауда жүрген 2024 жылы. Сол кезде басқа клубтардан да ұсыныс түсіп жатыр. 2 есе, 3 есе көп айлық ұсынады дейді. Бірақ біз Атырауда әр бейсенбі сайын баняға барамыз. Иә, бар оны. Команда бар. Балық балық қуыр, баняда отырамыз, анекдот айтамыз дейді. Мен басқа клубтарда бұндай атмосфераны таппаймын ғой. Маған 2 есе айлық, 3 есе айлық дегендер қызық емес. Молодец бе, өзім сияқты. Асарымды жасап, қазір маған сол сенбі, жексенбі футбол ойнап, бейсенбі күні командамен тимбилдинг жасап тұрғанға не жетсін. Өзім ләззатым үшін жүрген. Чемпионат басталғалы бері Болат Қоңарбай ағамыз бірінші рет келіпті бүгін Атыраудың матчына, осы матчты көру үшін. Бірден бір себепті сол болды деп ойлаймын. Енді клубтың иесі болып отырғаннан кейін барынша ұятқа қалдырмай үмітті ақтайық дегеннен кейін футболшыға тырысты ма деп. Бір нәрсені талқылайықшы осы жерде. Рабиудің бір емес 2 бірдей қағазын екеуі де күмәнді болып көрінді маған. Жаным ашып кетті ана балаға. Рабиу өте сауатты ойнады. Бірінші ассистті жасады Энрике гол салатын кезде. Сосын бірінші жолтыйды қарайықшы қазір. Осы жерде міне, мына жерді қараңыздар. Бұл керісінше зардап шекті ғой. Бұл екіншісі ғой бұл. Екіншісі енді. Төртінші ау. Бұл жолтый ғой, жарайды бұл жер жолтый. Бұл красный алып кетті ғой мына жерде. Біріншісін қарайықшы. Бірінші жолтый, бұның бірінші таймда. Айтайын ба, где-то бұл бала 75 минутта ғой деймін. 76-80. Иә, 74-те. Осы мына жерде зардап шекті ғой керісінше. Қараңызшы. Мына жерде жолтый алды бірақ. Міне. Өткенде Астанамен ойын алдында бұл балаларды көріп қалам ғой қаладан. Рабиуды. Иә, неде бір шайханада бар. Иә, түскі ас, кофе ішуге барсам, сол жерде кофе ішіп отыр да. Сонымен жаңа Рабиу шынымен жас баласы. Кішкентай ғой. Жүреді кішкентай өзі бөпеде. Жасы 26-та бірақ. Иә, жасы 26-та енді. Олар білмейсің ғой 36-та ма? Иә, жасатады ғой дейіңіз. Сол сияқты ол бала шынымен дарынды екен, мықты бала. Ағылшынша сөйлеп отыр, қайтып отырмын ба енді? Атырау ұнап жатыр ма, балалар қалай, бәрі жақсы ма десем, шыны керек ауызбіршілігі мықты екен. Бұндай ортада болмаппын. Сол сияқты Ақтөбеде болмады деймін ондай ауызбіршілік.
бәлкім сондай шығар, бірақ сәл бұның қиындау өзінің айтып отқан сөзімен мен сол айтып беріп отқанмын ғой сіздерге. Оны- Өйткені бағана тілі жоқ дегеннен мен айтып отқан тілі бар. тілі бар. Айтсам айтар әңгімесі жоқ. тілі бар, бірақ андай уытты тілі жоқ қой дегенім ғой, біреуге ауыр сөз айтатындай Дұрыс, иә. бал дейсіз ғой тілі. бала тілі, бал тек. Да, Енді тоқтамай Ұлытау мен Елімай Семей деген турдағы басты сенсацияның бірі деп айтуымыз мүмкін еді. Бірақ ескеретін бір нәрсе бар. Ұлытау үйде ойнаған кезде кәдімгідей монстр бұл команда. Монстр, иә, менің командам ғой. Енді осы жерде Нұркен Мазаев айта берсек болады енді. Айта беріңіз. Сіз бастап Нұркен Мәзбаев мен айтайын. Бұл Ұлытау командасы өз алаңында өткенде Тобылды да жеңді. Келсем. 10 ойыншымен жүріп, Тобыл ұтамаған. 2-2 болып матч аяқталған. Мына жолы жеңілістің кермек дәмін татпаған Елімайды жеңді. Нұркен Мәзбаев командада міне тұрақтылық бар. Кейбір командалар бар, бапкер ауыстыра береді, бір келесі маусымда ол бапкер кетеді, ойыншының жартысы кетеді деген сияқты. Нұркен Мәзбаев былтыр болды, нәтиже ойыншы емес болды, биыл қалдырды. Әбден сенім бар. Иә, атмосферасын үйренді, ауа райын үйренді, жезқазған полиясын үйренді, ыстық қой бұл жақта енді. Соның бәрін үйреніп алды да, өзі ойыншылар алды. Сол ойыншылары қазір тамаша ойнап жатыр. Ұлытаудың полясы демекші. Ана топ жүрмей жатыр, құрғақ қой енді. Өте қиналып кетті. Екі команда ойнағысы келіп тұр, жіберіңдерші мені деп. Бірақ топ көбінде әуедегі допқа таласта өтті да, уақыттың көп бөлігі. Жел болды. Жел болды. Желден бөлек анау жермен бергеннен гөрі көтеріп бере берген оңайда қасындағы адамға да сондай болып. Ол да бар шығар. Анау көрініп тұрды. Домалаған жылдамдығы доп жылжымай жатыр өйткені. Екі жаққа да бірдей болды дейсіз ғой. Екі жаққа да бірдей болды енді. Семейліктер, Елімай командасы осы ойында төрешіге наразы, кәдімгідей наразы, қатты шулады. Мен наразы емеспін. Айтайын ба неге? Өткені бар ғой, өткенде Еврокубокты талдаған кезде біз ана кімнің пенальтиіне байланысты дауыс шықты ғой, Эберечи Эзенің. Сол кезде төреші дұрыс шешім қабылдады деп айттым ғой, сонда сіздермен бір дауық болды. Сонда ол бір контакты болды, бірақ пенальтиге тартпағанын көрді. Тура сондай эпизод болады ғой мына жерде де. Анау бір аяқты басып қалғандай болады Ұлытаудың ойыншысы, сол эпизодты көрсек. Соны төреші қайта-қайта қарады да пенальтиді алып тастады, бермеді. Елімай әр турда пенальти тебеді деп айтушы еді мына жақта Асал дейтін кісі. Сол осы жерде де тебеді деп ойлағам, бірақ төреші менің ойымша дұрыс шешім қабылдады. Мен риза болдым осы жерде, иә. Сондықтан да біздің шешіміміз дұрыс болды ғой өткенде, сіз кішкене бәсекеге салып едіңіз ғой. Бермеді ғой енді ол кезде де, бұл жерде де бермеді ғой. Дұрыс қой, значит. Иә, менікі дұрыс болып тұр ғой енді. Сондықтан да Ұлытау командасы әбден жеңіске лайық, өз алаңында керемет ойнайды. Екі жапон футболшысы қандай керемет тандем бір-бірімен. Сондықтан да биыл Нұркен аға жақсы команда жинады өздері, және соған лайықты ойын көрсетіп жатыр. Міне осы тұста қараңыздар қазір пенальтиді қайталап көрсетеді. Бұл жерде анық бір контакт болмаған. Енді бұл жақта Ашырбекті айта кетейік, ол жатып құлап аңыраса да болатын еді, бірақ бұл жақта жігерлікті көрсетіп, атып тұрып, кәдімгідей ешқандай пенальти болған жоқ сияқты түр жасады, ары қарай ойнап кетті. Бірақ бұл ойында шыны керек, алаңның сапасы енді бәріне бірдей ғой. Қандай да болмасын, сен профессионал футбол болғаннан кейін сен әрдайым қандай алаң болмасын, сен өзің ойынды ойнау керексің. Әрине. Бұл жақта енді екі жақта бірдей. Жаңағы Әлеке сіз айтқандай, бұл сенсация емес. Нұркен ағамның мақтап кететін жөні бар. Әрине. Былтыр біз кішігірім енді сене алмай жүрдік қой. Енді қазір сенімді ойын көрсетіп келе жатыр. Ұлытауға келген командалардың бәрі бұл жақта ұпай жоғалтуы мүмкін. Сол себепті бұл Ұлытау әлі өзінің ұлылығын көрсетеді. Міне, осыны айтайын. Мысалы, Елеке, Мәлік Айдар дейтін жігітті көріп жүрсіз бе қазір? Қапталдың қорғаушысы. Негізі осылай ойнай берсе тартатын сияқты ұлттық құрамаға. Бір гол, бір ассист бар екен осы маусымда, ол жігітті айтпақшы. Шыны керек, бәрі мүмкін. Біздің ұлттық құраманың есіктері бәріне ашық. Сіздер бойламаңыздар, біз бәріміз жүріп ойын аяқтап мына балдар. Жоқ, бәріне есін. Ең бастысы ол бала ойнап жүру керек. Келсесіздер ғой? Келсе. Осы жерде тағы бір сұрақ сіздерге, Елеке Бек, мына жерде Свиридовқа байланысты. Нәтиже жоқ бұл жігітте, шабуылшы, бірақ қайта-қайта әр ойын сайын негізгі құрамда Карпович шығарады. Себебі неде? Неге шабуылшы жоқ па? Бірінші турда соқты, оқ жетпес. Содан кейін жоқ. Енді бұл жақта қараңыз, екі жақты қарайық, иә? Неге десеңіздер, Роман Мұртазаевтың соғып атқаны Свиридовтың кішігірім бір үлесі бар шығар. Өйткені ана қорғаушылардың бәрін шаршатып, Роман Мұртазаев шыққан кезде, ол уже
шаршаңқы болып тұратын қорғаушылар болып тұрады, түсініп отырсыз ба? Сәл менің ойымша ол жақта Айбар бар, дұрыс па? Иә. Сол сияқты ол жақта тағы да Айбар бар екен. иә, ол жақта анау Пайруз бар. иә, Пайруз бар, сосын тағы да анау Плакка бар. Сол сияқты бұл жақта ротация жүріп жатыр. Свиридовтың бір үлкен бір плюсы ол көп жүгіреді. Анау қорғаушыларда неғұрлым көп қысым жасай берсең, соғұрлым қорғаушылар кішкене қорқытып ойнайды. Сол сияқты Свиридовтың бір үлкен прессинг жағы допсыз жақсы жұмыс жасайды. Сол себепті оның да голдығы аз деп ойлаймын, өйткені бірақ көп еңбек жасайды. Бірақ Ғалымжан Кенжебектің жоқтығы көрінеді, Әлбетте. шабуылда креатив жағынан бар ғой. Өйткені Рамазан Оразов бүгін тереңдікке дейін түсіп, мына шабуыл мен қорғаныстың арасындағы жалғыз алтын көпір бір-ақ адам болып жүр өзі. Көп жүгірді бүгін Рамазан Оразов осы матчта. Енді Елімай алғаш жеңілісі әрине енді чемпиондыққа әлі ертеде кешпей бесінші орынға түсіп қалды, көрдіңіз бе? Бірақ бесінші орынға. Енді Ұлытау командасы әрі қарай осылай қалыпта жалғастыруын тілеймін. Алға ұлытаулықтар. Ұлытау ұлт мекені деп жазылып тұр екен. Ұлт ұясы деп Ұлт ұясы деп. О деп болу керек қой. Үшінші сөзден қателесеміз. Стадионда жаңа аэропортта Карпович мырзаны көріп қалдым. Қойшы. Матч туралы сөйлесіп, Астанадағы аэропортта көрдім. Матч туралы сөйлесіп, кішкене талқылайын ба деп едім, көкемнің көңіл күйі жоқ екен. Онша-мұнша мазалай бергім келген жоқ. Әйтпесе Қазақстандағы топ бапкер ғой. Топ 3 ғой. Мен өткенде Леонид Слуцкиймен кездескем. Өткен аптада. Сол кезде айтты, сіздерде Қазақстанда 2 мықты маман бар. Біреуі Бабаян, біреуі Карпович деді. Біле ме екен Карпович? Енді Карпович Ресей чемпионатында ойнаған. Енді Слуцкий енді кетіп қалған ғой. Сосын тағы бір Қайрат Нұрдәулетов ағамыз бар деп. Рафаэль Оразбақтың Айта берсең қазір көп. Бірақ енді Футбол жәрдемі күшті ғой. Иә, мысалы әлеуетті қалай айтпайсыз. Бәріміз әлеует, бәрін мақтаса болады. Мысалы, сол сияқты мен білмеймін, жекелей бөлім келмейді жеке. Нұркен аған қалай? Ерлан Шойтов ойыны қандай күшті. Ей, мыналар көрмейді ғой. Мысалы Елекеңді қалай? Елекең. Дұрыс таптың ба? Дұрыс. Ана мойны қисайып кете жазады просто. Мен аяқтан қарамай жатырмын айтайын. 8-ші турда 2 командада гол соққан. Бірақ ойын болды. Қайсар мен Жетісу арасындағы матч. Бұл ойында негізі бір төрешінің шешіміне мен таңғалдым. Қандай? Пенальти қоюға болатын сәт бар еді. 25-ші минутта Айбол Әбікен Цотни Масияшвилиді тура сызықтың ернеуінде құлатып түсірді. Төреші вар қарады, бірақ сонда да сызықтың ернеуін, сызықтың өзін, ол 16-ның өзі болып саналады ғой, Айболан болып саналады, соны ескермеді ме, пенальти қойған жоқ. Сөйтіп 25-ші минуттағы төрешінің шешімі мені таңғалдырды. Бірақ Цотни Масияшвили бұл ойында сары қағаз алды да өте дөрекі ойнады осы эпизодқа дейін. Оны да біраз аяды негізі төреші. Мен бұл жерде жаңағы сенің бұл жерде мен Ордабасы командасына байланысты айтқым келіп отыр да, осы жерде мысалы Қайсар жекеге өткен команда, иә. Жаңа жанкүйерлермен де біраз қызылордалықтармен сөйлесіп тұрам. Жекеге өткен команда мысалы Ордабасы қалай істеп жатыр, үлгі көрсетіп жатыр, иә. Бұл жекеге өтті, ақшасы бар екенін көрдік. Виктор Мозесті алып келді. Виктор Мозестің қазір енді келісімшарт солай бопты, иә. Қазір директивін түсіруге кетіп бара жатыр. Біраз ойын ойнаған жоқ, кубок ойнаған жоқ, бірінші тур ойнаған жоқ, не гол жоқ, не пас жоқ, кетті. Жарнамасы жақсы болды. Енді жекеге өткеннен кейін Қайсарда неге жанкүйермен жұмыс жоқ, неге шоу жоқ, неге бір мотивация жоқ ойыншыларға біледі, неге клубтың басшысы ашық сұхбат бермейді. Бір бұрынғы Қайсармен жекеге өткен Қайсардың ешқандай айырмашылығы жоқ қазір. Былтыр мен Қайсарды жақсы көремін. Неге? Өйткені Бақтияр Артаев былтыр турдың ортасында айтты. Кілең қазақтың балалары ойнаған кезде Қазақстан ойыншылар. Біз ұшпаймыз деді да. Сөзінде тұрды. Бүкіл легионерсіз ойнап ұшпай қалды. Жарады. Енді биыл жекеге өткеннен кейін жаңа ойыншылар келді. Бірақ командада бұрынғы костяк кетіп қалды. Мысалы кейін Нарзылдаев мысалы кеше Тұранда жүр, сол сияқты жекелей жергілікті ойыншылар қалмаған, жанкүйерлерімен жұмыс дұрыс жасамай. Өзі білмеймін, ол кісінің түрін де білмеймін мен қандай кісі екенін. Сондықтан да неге Қайсар бір Айбек Қабылшы ағамыз ғана әйтеуір күйіп пісіп, КФФ-ға бір жаңағыдай өзінің үндеуін жасайды, төрешілерге өзінің наразылығын білдіреді. Құдды бір Айбек Қабылшы сатып алған сияқты осы команданы. Сондықтан да
клуб басшылығы мынандай керемет таланттар бар, Тәжібай қалай ойнап жатыр Қапталда, ана ортада Әбікен қалай ойнап жатыр, шабуыл шебіндегі анау кеше бұл матчта гол соққан Алияр Мұхаммед пен Ерсұлтан Қалыбековтың пастары қандай әдемі. Бар балалар ойнайды, бірақ клубтың бір жаңағыдай несі жоқ сияқты маған, қолдауы жоқ сияқты ма, мен түсінбеймін. Жанкүйерлер кеше айтып жатыр да, қашан гол соғамыз, қашан жеңеміз деп, жеңіс жоқ. Сондықтан да мен Қайсар командасының басшылығына бір өтініш жасағым келеді. Клубты қасыңыздағы ордабасын қалай істеп жатыр, қалай жанкүйер жинап жатыр. Бүгін анау Боруссия Дортмундтың атмосферасы ғой, анау Сигнал Идуна парк қой ана жерде. Осындай бір атмосфера керек Қызылордаға. Жаңа стадион бар. Білмеймін, түсіне алмадым. Ордабасы болмаса біз жеке клубқа өткеннің айырмашылығы не екенін білмей кетейін деп тұрып қой. Мен қазір ол матчты айтқанда айтамын, мен ырза болдым. Енді Жетісу командасына келсек, Қайрат Нұрдәулетов осы жерге келді елеке. Сонда әлі толық команда жасақталған жоқ дейді. Енді қараңыз қазір нәтижені. Добай қалай ойнатып жатыр, Орынбасарды қалай ойнатып жатыр, Қашкенді қалай ойнатып жатыр, Мужиков қалай ойнап жатыр. Шабуыл шебінде Ануарбеков қалай ойнап жатыр. Шоқан Абзалов бір, в общем, ояқтың негізі тұрақтылық пайда болып жатыр да. Сосын Қайрат Нұрдәулет ағамыз бір жақсы жері, бұрынғы футболшылар жинап алды қайтадан. 2023-те есіңізде ме? Добай мен Балтабектің дуэті 2 Қапталдан қалай жүр? Екеуінде алып келді, Мужиковты алып келді. Жергілікті Талдықорғанның жігіттері Қайрат Нұрдәулет ағамыздың сөзі басшылыққа өте деген соған көзім жетті. Былтыр Мужиков сол Жетісудан кеткен кезде айтты, бірде-бір Талдықорғандығы жоқ. Өзі сынады ғой айтпақшы сол кезде. Не болып кетті мынау клуб деді ғой. Жетісу ұтып қоя жаздады мына ойын. Ұтып қоя жаздады. Мужиковтың тепкен добы қақпа бағанасынан қайтты мысалы. Қаншама мүмкіндіктер болды Жетісуда. Қайсардың басшылығы бәлкім сол академия құрылысы деп сол жаққа қарай көңіл бөліп жатқан шығар. Жоқ, академия құрылысы жарайды, түсінем, академияны істеңіз, онда көре жатармыз. Ферапонтовты алып келді, нәтиже болмай жатыр, мықты бапкер, әңгімесі жоқ. Бірақ бір өзгеріс жасау керек қой. Жарайды, сен Виктор Мозеспен егер солай келіссең, не үшін онда енді ол тегін келмейді ғой. Не үшін ондай қаражат? Егер ол маусым соңында кетіп қалатын болса, директ фильмде киноға түсетін болса, ондай жарнаманың не керегі бар еді деп ойлаймын. Таланттар Қазақстаннан ізде, шетелден ізде. Ана Исекелің де қатырып тұрған жоқ. Микаес та керемет ойын байқай алмадым. Бәрі уақыттың еншісінде. Бірақ Қайсар жекеге өткен команда, стадион дайын тұр, болельшіктер дайын тұр, ойыншылар бар. Әкім қолдап жатыр, бірақ жеке өткенді Ордабасы сияқты көрсетсін да, шоу жасасын да әр матч. Айтыңызшы, Елеке, сіз ойыншы болдыңыз ғой, жанкүйерлер гуілдеп тұрса, басшылық саған мықты внимание бөліп тұрса, жартылып денсаулығын тастап кетесің ғой жерде. Сіз Қайсарда ойнадыңыз ғой айтпақшы. Болдым, бір жыл болдым, бірақ шыны керек байқалмайды. Тып-тыныш өтеді, тып-тыныш. Бір қолдау болмай жатыр деп ойлаймын, өйткені, бірақ нәтижеде сәл енді ақсандап бір бәлкім бір жеңіс керек болады шығар ма? Енді саған мына жаққа соңғы кезде жанкүйерлер келмейтін де болған ғой. Негізі Қайсардың қарасай жап-жаңа стадион. Бірінші, екінші жыл бар ғой, толып отыратын, ол аншлаг болып, солтаут болып. Сол себепті жақсы көреді деп отырмын ғой. Виктор Мозестен 4000 адам күтіп алды ма? 4000 деді ме? 2000 деді ме? Қаншама адам күтіп алды мысалы, керемет. Ферапоновтың почеркі көрінбейтін мына команданың ойында. Оқжетпесте қатты көрініп тұратын былтырғы маусымда. Енді ойыншылардың білмеймін, енді көбісін өзі шақырды, қателігі. Ол кісі өзі шақырды, Цускичті өзі алып келді. Біраз трансфердің бәрін өзі шақырып, өзі біліп отыр. Енді сәл уақыт керек деп ойлаймын әр нетіге. Бірақ мына Алияр Мұхаммедтің голын енді шеберлік деп ойлаймын. Голға сөз жоқ, мықты болды. Оған голды тастап бере Қалдыбеков қой, өзіне ыңғайлы тастап берді тура. Өз-өзіне ударлық позиция жасап, сол аяғымен еще андай... Қалдыбеков қай жақтан еді? Қалдыбеков негізі Тараздың тумасы ғой дейміз. Тараздікі. Жерде бір Тараздікі. Алияр да Тараздан емес па? Алияр жоқ, Шымкент. Академия қонысты. Бірақ Таразда ойнаған, кезінде ойдым, бірақ солда неде Шымкенттен кейін ойнады. Тараз дедіңіздер ғой, ақыры бастадыңыздар ғой. Бастадық. Таразды өлтірді ғой кеше. Көрдіңдер ме бірінші лиганы, Академия оңтүстік балаларына ешқандай әңгімем жоқ. Таланттар жарайды, бірақ төреші мына жақтан алып келді ғой пенальтиді. 2 пенальти алып келді. Ордабасы мен Ақтөбе арасындағы ойынға көшейік. Міне матч. Турдың шымылдығын жапқан ойын, турдың басты кездесуі. Жігіттер осы мынаны айта бергің келеді, айта бергің. Перформанс барлық жасалған екен ғой мына жақта деген. Атпен келді. Матчқа дейін де, матчтың кезінде де, матчтан кейін де
өте жоғары деңгей. ең басты төбелес қырғын болған жоқ па жанкүйерлердің арасында? Ондайды байқамадым. Мен 93 минут төрешінің ысқырығы шалынардың алдында шығып кеттім осы фонтимге үлгеруім үшін. Басшылық тегін билет берген ғой Ақтөбе фанаттарына. Сондықтан да қазір бұл не үрдіс қалыптасып келе жатқан сияқты. Жанкүйерлер бір-біріне сыйластық бар сияқты. Осы матчпен жаңа Қайсардың ойынында байланысты бір нәрсе. Менің естіген кешір бартер дейді ғой. 300 билет осы матчта ақтөбеліктер алды, кейін Қобыланды Батырда 300 билет Ордабасыға береді. Нұрлан Қоянбаев ағамыз Шиелден ба? Иә. Міне Ордабасының матчына құрметті қонақ ретінде шақырып жатыр. Қайсарға осындай жергілікті жұлдыздар шақырып бренд амбассадор қылып жұмыс істеуге бола ма Бек? Сосын жігіттер Шымкентте мен байқағаным футболға келу сән болып жатыр. Сән болып жатыр. Шақыру, шақырмау одан бөлек адамдардың өздері де ағылып жатыр. Мысалы, бүгін сол жұлдыздардың ішінде Нұрлан Қоянбаев болды, Тұрсен Алагөзов болды, екеуі. Ол да келді ма? Тұрсен Алагөзов бәлкім футболға қызығушылығы артып жатқан шығар, бір клуб сатып алғысы келіп жүрген шығар, зерттеп жатқан шығар деген. Жайық деп шықты алдында. Сондай бір ойын болды, Оралда өзінің Баян Алагөзованың туған жері ғой. Сосын Насима мысалы бүгінгі матчты тамашалауға келді. Көрермен билет алып. Тассыды ма? Ол жұлдыз болып шақыртылды ғой. Насима мына жақта көрермен болып жүр. Ринго тобының жұлдыздарын көрдім. Сондай бір керемет атмосфера болды енді. Жанкүйерлер ең қатты таңғалдырғаны Техас Ультрас 3000 адам болды жігіттер. Потолокқа 3000 адам деген Ультрас. Көлік сыйлағанды айтып кетіңізші осы жерде. Техас Ультрас негізін қалаған кісіге, мен есімін білмеймін, оған көлік сыйлады. Клуб басшылығы шымкенттіктер енді жақсы танитын шығар. Шымкенттіктер болғанда Ордабасының жанкүйерлері жақсы танитын фанаттар. Техас Ультрас деген, біріншіден Ультрас ең ыңғайлы жерде отырып ойынды тамашалайды екен. Ортасында, иә? Ортасында, иә. Ең қымбат билеттер ғой негізі сол жерде деген. Қақпа артында болады ғой. Ортасында және 3 сектор жанкүйерге толды, қап-қара жейде киіп ойынды тамашалады. Керемет енді. Бұл жерде мен Дархан Қызайбаев қой, команда басшысы, риза болдым. Мысалы, Қазспорт арнасына да келіп сұхбат беріп кетті кеше. Мына жаққа бүкіл журналисті Уәлихан ағамыз Қосанбай шақырды. Мені де шақырды, мен бара алмадым. Журналистер шақырып, жақынырақ араласайық деп, мысалы, осындай ашық болған ұнап жатыр да маған. Және бәріне сұхбат беріп жатыр, жаңа клуб басшылығы. Жанкүйерлерге бүйтіп жатыр, жеңіс құтты болсын деп. Біздің жаңағы тоқтайтын жеріміз бұл емес, әр ойында жеңіс дейді. Мен мойындаймын, мен Ордабасы командасының бірінші презентациясы болғанда басшылық айтты ғой, чемпион болу мақсатымыз дегенде мен сенген жоқпын. Мен болмайды дедім олай. Бірақ мен сол сөзімді қайтып алғым келіп тұр. Маған сөзбен емес, іспен дәлелдеп жатыр да команда. Дархан аға, одан бөлек мынау қойылған қосымша камералар бар ғой. Соны өздері қойдырған екен. Ордабасының репутациясы таза болу үшін басқа ойындар ешқандай мәселе болмас үшін, өткенде Атыраудағы матчтан кейін негізі 7 камера ғой. Бұл матчта 15 қойым. Ордабасы Атырау матчындағы даулы эпизодтар одан кейін болмасын, ендігіде бізде камера. Қалған қаражаттың бәрі өзімізден болады, қосымша камералар қойдыртамыз. 15 мобилограф бар, оны қос. 30 камера десей, общем сонда. Қақпан артында тұрып. Сергей Малыға доп тигенін 13 адам түсіріп алған ғой, мысалы, қолына доп тигенін. Ол 13 камера бар, қаншама көздер бар қарап отқан. Бұл жерде енді Жаслан Әмірдің ойынына тағы да бір тәнті болдым. Жас біздің бауырымыз гол соқты. 5-ші гол ма КПЛ-дағы? Жарайсың деймін. Осы матчты стадионда отырып журналист болып тамашаладық. Мен бірінші турдағы ойында болғам, Ордабасы мен Ертіс матчында салют атылып, сол кезде 2-2 болатын матч па? Еуропадағы атмосфера деп айттым ғой. Сол кезде қатты таңғалдым шыны керек. Осы жолы барғанда кішкене дайын болып бардым ғой. Мені көп нәрсе таңғалдырамайтын шығар деп ойладым, бірақ сөйтсем деңгей содан кейін 5-ші матч қой. Тағы да өскен екен. Енді қара Әлімжан, мен видеодан көрдім ғой. Атпен бастап келген ғой, жаңағы ультраста, иә. Испания отыр ғой. Мадрид болып отыр ғой. Мотоцикл. Керемет, от шашу, гол соққан кездегі анау түтінше бол деген. Тассошы, солнце мое, таю, бірнесе таю деген. Бундеслига ғой, мысалы, мен ырза болдым. Жоқ, енді мен, мысалы, Шымкентке барып матчты көрем дедім да, бір 90 минуттың ішінде Дортмундқа бардым, Мадридке бардым, Манчестерге барып келдім, мысалы. Бірақ матч көрдім, Ордабасы, Ақтөбе деген. Жоқ, міне Европаның алып клубының атмосферасын бір матчта. Біздің КПЛ-ды бір жаңа деңгейге көтеріп жатқан команда деп ойлаймын. Просто бір-бірін көре алмай емес, үлгі алу керек шығар, басқа жеке өткен командалар. Осылай шоу, мереке жасау керек. Бұл жақта жасақталды ғой. Алаңдағы да, алаң сыртындағы адамдардың барлығы ең топ
қызмет атқаратындары бар, ойнайтындары бар, бәрі ең жақсыларды жинап алды ғой. Мен сосын Андре Мартин осы маусым қалады деп ойлаған жоқпын. Мен ойлаған жоқпын. Ана алдыңғы жылы Петрокуп бар, одан кейін Торпедо Кутаиси бар, уже Ордабасы деген бар ғой, бүкіл Қазақстан ашуланып отырды ғой негізінде. Өйткені Атыраудағы матчтан кейін мен өз-өзіме шығып кеткенмін. Сториста салдым, бәрін жаздым, сынадым. Бірақ Дархан Қызайбай ағамыздың сұхбатынан кейін, ол негізі біздің қатысымыз жоқ оған деген екен, мен қайтып қалдым. Және сол Атыраумен ойындағыдай олқылықтар болдырмас үшін өзі қосымша камера қойдырған үшін мен риза болдым. Жоқ, сол Дархан ағамыз ғой. Үлкен ғой бізден, Дархан ағамыз айтып жатыр да, біз өзіміз ғана емес, басқа клубтардың да осылай ұйымдастырғанын қалаймыз. 89 жылғы деп жатасыз. Ағамыз ғой, үлкен қалаймын деп Ақтөбеге жаңағы секторына билет беріп жатқаны. Сондықтан да шынымен де үлгі болатындай деңгейі көрініп тұр. Өзің айтқанда жаңағы Сейіл бар, жұмыс істеп жатқан, Ермаш жұмыс істеді, Уәлихан ағамыз жұмыс істеп жатыр, Сүлеймен бар жұмыс істеп жатқан. Жалпы мынау жұлдыздардың да келуі, бұл жігіттер тегін емес, бұл футболға деген қызығушылық. Мынау QG лигадан ғана көргенбіз ғой негізі мынандай нәрсені. Сондықтан да жарайсын деймін. Мен чемпион ретінде енді мен осындай команда чемпион болсын деймін. Бірақ әлі талай тур бар ғой, не болатынын бір Құдай біледі. Ал Ақтөбеге келсек, Елеке, Нани гол соқты деп мені Олжас деген түн жарымда звондай береді қайта-қайта. Гол соқты деп. Енді ойынға сүйенетін болса қараңыз. Нани ойнады бүгін бірақ. Ойнады, керемет ойнады. Екі команда да ойнады. Кім оған себепкер? Екі бапкер. Неге? Өйткені мына шоуды негізі құртуға да болатын еді. Қалай? Автобус қойып қойыпшы. 5 қорғаушы, мысалышы, Ақтөбенің басқа бапкерлері болса, мысалы, ойбай Ордабасы чемпиондыққа таласып жатыр, ойбай 5 қорғаушы ойнайық, қорқып. Бірақ бұл жерде ашық футбол болды. Ең қызығы, ойын басталмай жатып, бір сәл нокдаунға кетіп қалды деп ойлаймын Ақтөбеші. Жанып кетті да басында. Кіріп кетті да анау голшы. Содан кейін барып енді сен 1-0 ұтылғаннан кейін уже шабуылға көбірек ойнау керек болды. Және де бұл бір кішігірім бір тығып, бір кішігірім бір өзінің ойын істегісі келді Ақтөбе. Бірақ анау нокдауннан кейін уже есіне алмай қалды. Шушиначевтігі сіздің жерлесіңіз. Мен енді Шушиначев өмірде жақсы адам шығар, мен енді өмірде араласпаған. Бірақ енді мен футбол тұрғысынан қараған кезде Шушиначев тағы да бірге бір гол соға алмады. Шабуылшы сен қызықтырмайды ғой жерде. Гол болу керек, бітті. Келсем. Неге соғамайды? Шушиначевті мақтайтындар көп. Ұлттық құрамада да бірақ нәтиже жоқ. Ақтөбені де сүйреп жатқан жоқ. Бір мүмкіндік бітті, жоқ одан кейін оны. Елдос аға, бұл оңай-ақ қой, айтыңызшы. Оңай. Өткенде Соса пас берген кезде, жеңіспен ойнаған кезде, осындай момент саламай қалған, сол аяқпен тепкен ол кезде де. Бүгін де сол аяқпен теуіп отыр. Неге бұлай? Жоқ, енді біз әрине сынаймыз бұны. Бұл негізі шабуылшының жалпы бірінші мақсаты қалай кетсе де ол допты сен соғың керексің. Дұрыс па? Ыңғайланасың ба, ыңғайланбайсың ба, ол негізі соғылатын доп соғылу керек. Бірақ мына шетте енді білмеймін енді, бәлкім бұл алаңға сапасы ма, және де не істейміз, АПЛ-ға апарамыз ба енді? Жоқ, соны айтып жатқан. Мен оны жақтап жатқан жоқпын. Негізі бұл жақта Артурдың жұмыс істемей жатыр деп айтайын десем, мүмкіндіктерді жасап жатыр ғой. Егер де ойқа ашылмаса, егер ойқа жүгіріп бармаса, ол мүмкіндік болмайды ғой. Бірақ соңғы эпизод жетіспей жатыр да. Елдос аға, қараңызшы, 2024 жылы Струмия бар кезде бір жан-жаққа пас беретін, көре алатын адам бар еді. Қазір Жуков ол бокс-то ойнай ма? Распасовщиктің рөлін ойнай ма? Мысалы, мына жерде мына жақта 5 защитник бар, 3 нападающий бар. Ортасындағы екеу жоқ қой. Өйткені ойынның нешінші минутында екені есімде жоқ. Былай алдап келе жатыр, пас беретін адам жоқ. Нани енді жүріп келе жатыр. Мына жақта 7 адам тұр ғой, қорғаныста жартылайынан өтпеген бері қарай. Енді бұл жақта қараңыздар, енді біз Барса дейміз, жаңа Реал дейміз, біз әрдайым ортаңғы жартылай қорғаушыларға мән береміз, Иньеста, Хави дейміз, Барселона. Витинья дейміз. Витинья дейміз, содан кейін Камавинга, Беллингем дейміз, сияқты ойыншыларды көрген кезде біз команданың приблизительно рисунығын көреміз ғой. Енді Ақтөбеде сол ойыншылар жоқ. Кімден ояқта атап кететін ойыншыларды айта алмаймыз да. Сол сияқты Ақтөбеге де қазір кетіп қалды ғой. Бір ойыншы керек, ортада допты ұстайтын, ойын барсын. Альварес сондай футболшы бола алмай ма? Соған енді уақыт керек деп орап отырмын. Оған негізі тезірек сол позицияны алып, ары қарай алып кететін ойыншы. Значит, сізде қазір орта әлсіздеу деп тұрсыз ғой. Енді орта әлсіздеу болсын, жарайды. Мақұл, бірақ әлсіз ортамен андай пас шығарып беріп, ортада ғана емес, қорғаныста әлсіз ғой. Жоқ, бұл жерде бүгінгі ойында мен Заруцкийді
наниді ғана айта алатын шығар, окей болды деп. Әреке, Болды. Ереке, былай ғой, сенің қорғансың, жарайды, кейде ол мықтылар болса да, кейде адами фактор рөл ойнайды ғой, ойнай алмай қалуы мүмкін. Бірақ орта бар ғой, бұл орта деген мен ойлаймын, кез келген жерде қаққан қазықтай бұл қағида, бұл мықты болу керек ортаң кез келген командада. Корзун ойнай ма ортада? Ойнайды. Жуков ойнай ма ортада? Ойнайды. Сен тағы кім ойнайды ортада? Ортада адам көп. Жақсы ғой, құрам. Ойнау бөлек, жүгіру бөлек қой. Мен Ақтөбеге жаным ашиды бар ғой. Қаншама жылдық тарихы бар. Қазақ футболының маңдайындағы алтын клуб қой, кәдімгі жанып тұрған. Енді осыны алып келеді да, бір жылда 4 тренер ауысады, мысалы, былтырдан бері. Былай да әлемдік футболда да қаншама тәжірибелер болды да, клуб провал болып жатыр, банкрот болып жатыр, бірақ бір принципиальный матчқа келген кезде адам танымастай өзгеріп кетеді да. Мен сондай бір ойын күттім да, Ақтөбе бүгін бар ғой, анау соққыға соққымен жауап беріп қараңызшы, 8 соққы 0 створ да. Қақпаға. Створ болмады. Сол ғой, сол. Мен жаным күйіп тұрған осы ғой. Мынандай бүкіл Қазақстан қарап отыр мына матчты. Бүкіл Қазақстан қарап отыр. Басқа матчта Ливерпуль мен Манчестер Юнайтедті көрген жоқ қой, адамдар өшіріп тастады ғой мынаны көру үшін. Осындай адамдар қарап тұрған кезде принципиально болған жоқ шығар Ақтөбеге Ордабасы деген мысалы. Ондай болмайды. Қосшыға 300 жанкүйер ерігіп жүрген жоқ қой, құрсын. Ақтөбеден келіп отыр ғой 300 жанкүйер. Жаңағы аналогияға келтіріп жатыр, мысалы Ақтөбеге Эль Классико ол Тобыл, Классико ол Қайрат, Ордабасы деген әлі демек жанкүйерлермен санаспайды ешкім. Ордабасын жеңу болды. Жанкүйермен санасу деген бөлек нәрсе. Сіздер принципиальность деген айтып жатсыздар. Ақтөбеге Ордабасыға қарсы матч ондай принципиальный болған жоқ. Ал енді мынандай атмосферада ойнау деген ол басқа екінші мәселе ғой. Енді бұл атмосферада ойнау екінші мәселе, дұрыс айтасың. Бірақ Ордец ойнайды командада. Легионерді алып қарасаң, сосын Пибе ойнайды, Нани ойнайды. Бұл атмосфераның зорын көріп тастаған адамдар, иә. Сосын бұл атмосфера қорқытпау керек. Екіншіден енді Ақтөбе командасына келсек, бұл команда Еврокубокте ең көп ойнаған команда. Еврокубокте бұндай атмосфераны көрген. Ұлттық құрамада да Астана Арена сілкінген кезде сол құрамда осы жігіттер болған. Бұл атмосфера қорқытты деп айтамаймын. Просто бұл жерде байланыс жоқ командада, деңгей жоқ. Деңгей жоқ деген жігер жоқ дейікші. Жігер жоқ, иә. Деңгей жоқ па, деңгей жоқ па? Деңгей бар шығар. Деңгей жоқ, иә? Деңгей жоқ. Деңгей бар, бірақ не туда кетіп байланыс жоқ. Енді қараңыз, клубтың басшысы Оспанов па? Болған, кетіп қалды. Бапкер ауысып кетті. Жыл сайын бір сондай келеңсіз басталып жатыр да Ақтөбе үшін. Аяқтан түк тұрып кететін әлі мүмкіндік бар. Ол үшін трансфер кезінде командаға алу керек, ойыншылар алу керек. Басқа шешім көріп тұрған жоқпын. Мен Бағдат Қайыровты көргім келеді, Еркебұлан Сейдахметті көргім келеді. Қайыров жоқ екен айтпақшы. Иә, сол жігіттер травмамен қазір әлі шыға алмай жатыр. Мынау енді Шымкентте болып, мынандай ойынды көріп, артық нәрсе жоқ қой сосын. Мені таңғалдырғанынша. Гол соғылған кезде салюттары, одан кейін бұл экран, LED экран, дәу, әдейі көрініп тұр. Бәрібір бұрыннан бір 10 жыл бойы, 5 жыл бойы, 15 жыл, оны көбейтіп айту керек екен ғой, 5 жыл бойы, 10 жыл бойы, 15 жыл бойы істеп жүрген адамдар сияқты да, енді істеп отыр ғой. Басшысы футбол жақсы көреді екен. Ретмен. Әрине, анау бір футбол жақсы көретін адамдардың жасап жатқан әрекет. Қазір көрініп қалды. Кім футбол жақсы көреді, кім жақсы көрмейді. Кім жалпы не мақсатпен? Кім қинап алды? Кім для галочки клубты жекеменшік алды? Кім президенттің айтқанын орындау үшін жекеменшік клубты алып жатыр, ал кім шынымен де бұрыннан жоспарлап осы сәтте клубты көтеремін деген, кім футбол үшін жүргені, кім басқа мүдде үшін көтереді ғой, иә. Жүрегімен жақсы көретін адам. Мысалы, ескі ғой стадион, Ордабасы стадионы ше. Әлбетте. Ішінде жүргенде ұмытып кетесің, ескі екен. Жаңа стадионда қанша орындық бұларда? 16.700. Келесі стадион бір 35 мың болады. 35 мың болады, иә. 35 мың енді керек осыларға 35 мың. Жоқ, мен Елеке айтам да, клуб жекеменшікке өтті. Сендердің аты, фамилияның бәрі белгілі тұр. Команданы енді шығып бірге болу керек қой, егер футбол жақсы көрсеңіз, иә? Осындай футболды жақсы көрмейтін адамдар көрініп тұр. Енді бірақ сен жақсы көрмейдің деп енді сен жанкүйерлерді сыйласаң, қаншама жанкүйер сол командаға телміріп отыр, болеть етіп отыр. Енді бір Ордабасы бәріне тәлім беріп отыр деп ойлаймын. Иә, мықты сөз. Сосын бұл жерде Ордабасының жолы болды Интегра келіп. Интеграның да жолы болып тұр ғой Шымкентке келген. Қарымтасы бар жанкүйерлер ғой. Бірден стадион толды, бірінші турдан бастап, 5 тур бойы аншлаг, сосын бәрі рахмет айтып жатыр да, рахмет міне. Іздегенге сұраған болды ғой бір-бірін жолықтырып отыр. Мысалы, Қайрат Сәуетайұлы Боранбаев Қайратқа келген кезде бірден аншлаг болып кеткен жоқ ол жерде де. Ол жерде анау бірінші лигадан қалып, бірінші лигада ойнау керек еді, КПЛ-да қалып, сөйтіп бәрін реттейін дегенше, Қайрат пен Бардо арасындағы матчты
көрдік бірінші рет сондай түс толып мынандай жалаушалар желбіреп сары қарға боялған ұзақ уақыт керек болды. Мына жақта қарымтасын бірден көріп жатыр да, бірден халықтың рахметін аялатып жатыр. Енді бұл жерде біз Қайратты дұрыс еске салдың. Қайрат енді бұл нәрсені істеген. Иә. Қайрат Тимощук келді, Аршавин келді, Қайрат Вагнерлав келді. Қайрат бұл этаптан өтті және ол Қайрат қазір қандай деңгейде? Чемпиондар лигасын ойнап жатыр және биыл тағы да чемпиондыққа таласып жатыр. 2 дүркін чемпион болды қатарынан, иә. Ордабасы дұрыс жолда келе жатыр. Бірақ енді мен жаңа чемпион дегенге айтып жатқаным Ордабасының енді бәлкім чемпион болар. Болсын осындай команда. Просто жаңа Аршавин мен Тимощукпен чемпион болмады ғой енді кезінде. Сондықтан да бұл жерде түрлі жағдай болуы мүмкін. Дегенмен биылғы маусымда медиа, ұйымдастыру, нәтиже де жаман емес. Ордабасы қазір патологын қойып топ болып тұр. Ертең чемпионат әрі қарай мен ойымша қызық болмай қалатын сияқты. Қайрат пен Ордабасы ғана қалатын сияқты бүйтіп таласып. Және Ордабасы чемпион болып кетсе де бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Өйткені Қайратты Дастан кетсе, Еврокубок қатар жүреді ертең. Сондықтан да график басқаша болады. Сол үшін мен тілектеспін. Шымкент команда жарады. Мені таңғалдырды және мені ырза қылды. Бүгінгі ойында Митков ойнаған жоқ, соған байланысты өзгеріс болды. Митков енді ортада столп болып ойнайтын, доп күтетін адам ғой. Бүгін Лео Натель мен Эвертонды шығарды, сосын Античті шабуылға көп араластырды. Жасұлан Әмір шықты. Ой, бұл бала шыққан кезде кәдімгідей Ордабасының ойыны күрт өзгереді. Көтеру керек. Иә. Айтпақтай, сосын Жасұлан Әмір де мен бір ойлағам, мысалы Шымкент жаңарып жатыр ғой клуб ретінде, бір символ керек деп. Енді ол символ әрине Бекхан Шайзада ғой, команданың символы. Бірақ мына жақтан Жасұлан Әмір келе жатыр да, Дастан Сатпаев сияқты ғой, ол да мынау жаңа буынға үлгі жас футболшы өзіне ғашық ете алады. Бекхан Шайзада ағамыз дегенде бауырымыз. Ол қақпашы. Мына жақта енді гол соғатын Жасұлан Әмір шығып жатыр. Сондықтан жаңа клубта жаңа символдар пайда болып жатыр. Осыларды сақтап қалса жақсы болады. Енді бірақ біз медианы айтып жатырмыз, ұйымдастыру айтып жатырмыз, оның барлығы өте жоғары деңгейде, бірақ ойынға ол тікелей әсер ететін нәрселер емес қой. Бұл ойын басылуы мүмкін, мен кішкене о жағынан уайымдаймын. Чемпиондық 8-ші турда анықталмайды ғой. Ойынға тікелей әсер етеді мен ойымша. Жоқ, әсер еткенде енді стадион, жиналған стадиондағы адамдар алдыға қуалайды ғой, дұрыс па? Шыны керек. Содан кейін Ақтөбенің кезінде, прайм кезіндегі Ақтөбе көп жерде көрермендердің қол шапалағын бар. Иә, ары қарай сонымен ілініп кетеді да. Кейде жетпей жатқан кезде, сол кезде сол 12-ші енді айтады ғой, нөмірлі фандар көмектеседі депші. Енді шыны керек трансферт керемет жасап жатыр, селекция ұнап жатыр маған Ордабасының. Мынандай жерде Аманович табып алды. Аманович қазір нақты өзінің орнында ойнап жүр. Филама, Абагна. Иә, сондай футболшыларды алып, былай қарасаңыз кішігірім бір сурет шығып келеді. Енді соға Имнадзен қайтар болса болады ма бұл командаға? Қазір керек болып тұрған сияқты Имнадзе осы командаға. Сол қапталға. Білмеймін, ол қазір іздеп жатыр. Мен естуім бойынша ол позицияларға қазір кәдімгідей ойыншылар іздеп жатыр. Олар нұсқаларда бар шығар, өздерінде көздеп отқан. Әлбетте, олар бүгінгі ертеңгі емес, бұлар болашақ кәдімгідей трансферлер істейді ғой. Көмектесіп бересің ғой деп дұға қыламын ғой. Шын жүректен. Онда Қазақстан премьер-лигасын қорытындылайық. Бірінші орында Қайрат 8 ойында 18 ұпай, екінші орында Ордабасы, алда екеуінің жеке ойыны күтіп тұр Шымкентте. 27 екен ғой. Ол жерден тіпті сұмдық болады шығар. Оқжетпес 3-ші орында, Ұлытау 4, Елімай 5, 6-шы орында Астана, 7-ші орында Жетісу. Осындай болып тұр. Беке, сіз келгеннен кейін біз енді болжам сұрайтынымыз бар. Алда УЕФА Чемпиондар лигасының матчтары, қарымта кездесулер, Бавария, Пари Сен-Жермен, Атлетиконың Арсеналға қарсы жауапты қарымта ойыны бар. Соларға қатысты сіздің пікіріңіз. Финал қандай болса екен дейсіз? Финал былай болады, екі ғана нұсқа, менде бір-бірімен пропорция алмастырмаймын. Не, Пари Сен-Жермен мен Атлетико Мадрид шығады, немесе Бавария мен Арсенал шығады. Чемпион. Жаңа Бавария мен Арсенал шығатын болса, Бавария, егер ПСЖ мен Атлетико Мадрид шығатын болса, мен Атлетико Мадридке қатты сенбеймін, бірақ тілеулеспін. Диего Симеонның 15 жылдық еңбегі ақталатын кез келді. Оны неге бой крест-на-крест қылып шығарып отырсыз оны? Бір жағынан УЕФАның логикасын ойладым да, мен көп ойландым осында. Ана орын сондай өз. УЕФАның логикасын ойлап. Мен УЕФАның логикасын көп ойландым мен. Өйткені ана екеуі келмейді, бір жағынан кассада жинамайды дедім да, бұлар есептеп тастадым мен оның бәрін. Пари Сен-Жермен мен Атлетико Мадрид неғайбыл шығуы, бірақ Арсенал мен Баварияның шығуы ықтималдығы жоғары сияқты меніңше. Болды. Өткізбей ақ қойыңдар финал.
Бізден сұрамақ қой. Бек бұл бір чатта отырамыз ғой, Реал. Мен Реал емес, Арсеналмын мен. Арсеналмын. Кеспендер, аяқты Жоқ, кеспендер. Реалға тілекшімін. Пекшімін деген. Анау амалым қанша деп әндеткен Жоқ, бексіз енді ол емес пе? бәрі- Өксіген ғой бұл. Өксіп тұрды ғой мына жерде. 2 күн жыладым деп. 2 күн жылаған, 3 күн жыр арнаған. Арсеналдың жанкерімін мен. Онда сөз соңында енді Бектің біз болжамын естідік. Ерсін ерік. Арсенал Атлетико Мадрид матчына болжам қандай? Арсенал Атлетико Мадрид, Бектің сөзіне мен қосыламын. Енді Атлетиконың өткенін қалаймын, бірақ енді Арсенал бүгін мен Арсеналдың ойынын көрдім, кеше ойын Фулхэмді қалай талқандап тастаған. Сондықтан мен бұл матчта 2-1 есебімен Арсенал жеңеді деп ойлаймын, және Виктор Дюкериштің голына сенім артамын. Дұрыс айттым ба? Арсенал көп күш жұмсап қойды негізі Фулхэмге қарсы. 3 гол соғып. 2-1 Дюкериш гол соғады деп есептеймін мен. Елдос аға, сіз қалай ойлайсыз? Арсенал Мен Атлетико. өз ойымнан кетпеймін. Атлетика финалда. Бавария Пари Сен-Жермен, Ерсін, болжам қандай? Бавария Пари Сен-Жермен тағы да голға толы ойын болады деп ойлаймын, және бұл ойын экстра таймға созылуы мүмкін, менің ойымша. Және бірінші матчтың голдарына қарап, мына ойынды қарап, Харри Кейннің голына сенем, және 4-3 есебі тіркеледі деп ойлаймын. Бәрекелді. 7 гол соғылады деп ойлаймын осы. Сұмдық. Экстра таймнан кім шығады ары қарай айтсаңызшы енді до конца. Ары қарай енді ПСЖ. Елдос аға. Бавария мақтап келіп ПСЖ шығарып жүргенше. Жоқ, мен ПСЖ-ға енді. Мен өз ойымнан қайтпаймын. Көп гол соғылатын күмәнсіз, бірақ Бавария өзінкін істеп кетеді. Бавария шығады деп ойлайсыз ғой? Сіз ше, Әреке? Меніңше Бавария шығады деп ойлаймын. Ар жақтан. Тамаша. Ар жақтан мен негізі Арсенал шығады деп ойлаймын, бірақ Атлетико шықса қызығырақ болады деп ойлаймын. Атлетиколар. Сіз Бавария дейсіздер, иә? Бавария. Сіз ПСЖ деймін. Егер Арсенал шығатын болса, тұп-тура 20 жылдан кейін шығады екен финалға. Барселонадан ұтылып еді Ол кезде ғой. ұтылып қалды. 3-1 есебімен. 2006 жылы. 2-1 есебімен дегенім ол. Онда көп рахмет. Бек Шумат, Фонтим арнасының жаңа резиденті. Ұнады ма? Дебют керемет. Олжас Байбекке қарағанда зор болды. Олжас Байбосыннан енді асаманыңыз әзірге. Бек Шумат, керемет. Бізді Фонтимді қыздар тамашалайды. Көп. Байқайсың ба? Бұл кісінің басы бос. Біз осы кісіге Краш. Жана сұрап бәлкім Фонтим бір себеп болып бір жар тауып қалар. 3 бажа болады шығармыз. 3 бажа болып қалады шығармыз. Кім біледі? Жода ондайлар жоқ. Ол да Кішкентай мүмкін, бәрі. Мүмкін. Ол да мүмкін ғой, иә. Рахат қой бажам болса. Қайырлы таңың әнмен басталады. Қайырлы түнің өлеңмен. Видеоның аяғында лайк басыңыздар деп бір аяқта жүресіз ба? Суырып салмай ақ қой. Бірақ суырш. Бір құдай айырмасын несібеден бізде келдік, қонақтардың көшіменен. Байбосын Олжасым келмеген соң, орнына келіп тұрған осы менем. Аяқтарда бір шумақ айтсын деді. Бұндайда ағылады есіл өлең. Сіздер де лайк басып қойыңыздар, біздер де қоштасайық осыменен деймін. Тамаша. Бірақ өлең басын біз Фонтимде отырық қой, бірақ.